Жаңа жылдың қарсаңында барлығымыз сыйлық іздеп жүреміз және отбасымызбен немесе достарымызбен жиналған кезде бір ойын ойнағымыз келеді. Осы сәтті пайдаланып сіздерге толықтай қазақстандық өнім тест-ап ойынын ұсынғым келеді. Қай жерде жиналмасаңыздар да, қандай жастағы адамдар болмасаңыз да, қызық уақыт өткізуге кепілдік беруге болады. Айтпақшыдай қасында отырған досым Дана осы ойынның негізін салушы. Рахмет, Дәурен. Барлық көрермендерге сәлем. Менің атым Дана. Мен сіздерге өте қуана өзімнен шығарған су жаңа ойынымды көрсеткім келеді, таныстырғым келеді. Бұның аты тест-ап. Бұл, егер білетін болсаңыздар, Элиас, Табу, Крокодил сияқты сөз жасырып ойнайтын керемет қызықты ойын. Өздеріңіз ойнап көрсеңіздер, түсінесіздер. Сондықтан барлықтарыңыз тест-ап парақшасына жазылып, жаңалықтарды қалдырмай жүріңіздер. Құрметті достар, қазақстандық өнімді қолдайық. Тез-тез сипаттамадағы сілтемеге көшіп, инста парақшадан осы өнімге тапсырыс беріңіздер. Жаңа жылдық скидкалар болып жатыр екен. Алға достар. Рахмет. Армысыздар, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде кезекті автошолу. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін өте қызықты машина, хит болып жүрген машина деп айтсақ болады. Сыртын көреміз, ішін көреміз, динамикасын, аспасын көреміз. Енді бұл машинаның дизайны шында мойын бұрарлықтай, сондықтан да сіздердің де мойындарыңызды бұрып, осы бүгінгі роликті қарасаңыздар болады. Бүгін бізде Kia K5. Достар, машинаның ішіндеміз. Қаланың ішінде айдап жүрміз. Қаланың сыртында да болдық айтпақшыдай. Осымен 10-15 минут болған шығар айдап жүргенімізге. Бірінші айтар минусым ол оның шумоизоляциясы. Бір түсініксіз шуыл бар. Миыңды кішкене ашытып жүреді. Қаланың ішінде әрине байқалмайды. Шумоизоляциясын тексергіңіз келсеңіз, музыканы қосып қой демекші. Музыканы қосып қойсаң білінбейді. Бірақ шыны керек кішкене миды ашытады. Бірақ басқа машиналарды алатын болсақ, осының әріптестері, мысалға Камриді алатын болсақ, ол жерде де шумоизоляциясы нашар. Оның ішінде де осындай шум бар. Бұлардың барлығы қосымша шумоизоляциясын өткеннен кейін барып емделеді деп ойлаймын. Енді минустан бастадым, плюсына көшейік. Салоны, құрметті достар, плюс деп қояр едім, өйткені маған өте ұнап тұр. Руль маған өте ұнап тұр. Руль бізде сервопривод емес, қолмен вылет және жоғарылық настройка жасалынады. Мультимедиа толық мұнда. Мұнда оң жағында мультимедианы басқарасың, сол жағында круиз контрольді басқаруға болады. Панель приборов бізде аналог түрінде жасалынған. Бұдан жоғары комплектациясында ол цифровой түрінде жасалынады. Мұндағы дисплей бәрі бірдей болып жүретін болады. Ол жақта фишкалар көбірек, мысалға жоғарғы комплектациясында поворотник қосқан кезде слепая зонаны көрсететін камералар қосылады. Мұнда ол әрине жоқ. Енді бағасы да оның осыған байланысты. Мысалға бұның бағасы 12,5 миллион, 12,6 миллион теңге сұрап тұр егесі. Камрилерде бұдан кем емес деп ойлаймын. Бірақ Камрилердің 19-ші, 18-ші жылғылары сондай тұрады деп ойлаймын. Жалғастырайық. Мультимедиа экраны үлкен. Мұнда 360 градус айтпақшыда көрсететін экрандар бар, осы мультимедиаға шығады. Алдыңғы екі терезе бізде автоматты түрде ашылып жабылады, артыңғысы қолмен ашылып жабылады. Қолмен дегенде автомат түрі жоқ. Яғни несі бар, электропакеті бар, бірақ автоматты емес. Мынау ағаштан жасалынған вставкілері, алюминийден жасалынған вставкілері өте әдемі сұлу болып көрініп тұр, маған ұнап тұр. Дизайны әдемі жасалынған. Селектор бізде баяғыдай шошайып тұратын кішкене грубы келген селектор, бірақ
айтпақшыда мынау қазір сіздің естіген дыбысыңыз ол слепая зонаның датчигі. Мен бұрққан кезде артымызда Nexia келе жатты, ол көрсетті, бірден бізге сигнал берді. Өте керекті және көмекші деп ойлаймын. Бұдан жоғарғы комплектациясында скоростьті таңдайтын селектор кнопка немесе шайбамен келеді. Ол және әрине кішкене заманауи деп ойлаймын. Оның астында бізде электрлік ручной тормоз, автохолд функциясы бар мұнда. Светофорда тұрған кезде аяғыңызды тормоздан алсаңыз болады. 360 градус кнопкасы және алдыңғы парковканы қосатын және алатын кнопкасы. Оның артында екі алдыңғы сиденьесін жылтатын, 3 дәрежелі жылтатын кнопка. Айдау режимін, жүріс режимін таңдайды. Мұнда достар 3 режим бар. Smart, Eco, Comfort және Sport. Және Custom. Өзіңіз таңдасаңыз болады. Бір-екі настройкасын өзгертіп, өзіңіздің айдасыңызға таңдасаңыз болады. Sport қосқан кезде бізде бірден коробка жоғарғы обороттарды ұстап тұруға көмектеседі және руль кішкене қатыңқырайды. Көріп тұрмын, айналайын көріп тұрмын, рахмет. Біз пока комфортқа қойып қойық. Қаланың ішінде, құрмет достар, расходымыз 11 көрсетіп тұр қазір. 8-ге түсті. Баяу айдағаным үшін 8, яғни жай байсалды айдасаңыз 10 литр болады деп ойлаймын қыстың күні. Жаздың күні одан да төменде болуы мүмкін. 2 литр. Менің ойымша бұл үнемді двигательдердің бірі. Айта кетерім достар, мұнда сымсыз зарядка бар телефонға арналған. Алдында бізде 2 USB зарядкасы бар және прикуриватель бар. Люк жоқ. Ол топовый комплектацияларда бізде бар люк. Бізде мына жерде лобовой қыздырғыш, бірақ люк бар, бірақ люк жоқ. Сонымен достар, маған іші өте қатты ұнады. Шумоизоляциясын ғана минус деп ойлаймын. Қалғаны заманауи түрде жасалынған, өте дизайны жақсы ойластырылған машина деп ойлаймын. Сондықтан да біз әзірше осыны аяқтайық, сыртына көшеміз. Сонымен Kia K5 достар, сыртқы дизайн көріп тұрсыздар. Бұл ерекше. Менің ойымша бұл машинаның сыртқы дизайны бір батылы көп дизайнерлердің жасалынған деп ойлаймын. Өйткені барлығын басқаша істеген. Қараңыздаршы, алдыңғы радиатордың решеткасын қараңыздар. Мына жақтан басталады, мына жақтан бітеді. Кезінде решеткалардың радиатордың решеткасын өзгеруін Audi A8 перевозчик фильм есіңізде осы содан көргенбіз. Мына жақтан басталып былай біткенін көргенбіз. Ал енді Kia қазір мына жақтан бастап мына жаққа дейін бітіріп жатыр. Мына фаралардың дизайнын қараңыздаршы. Неткен батылдылық мынандай дизайн жасау. Бұндайды бұған дейін мен шыны керек басқа машиналардан көрген емеспін. Өте керемет әдемі дизайн деп ойлаймын. Енді комплектациясына келетін болсақ, алдыңғы парктрониктер, артқы парктрониктер. Алдында бізде мұнда поворотниктер мұнда орналасқан. Клиренс бұнда өте төмен, сондықтан да Астананың қысында жалпы абай болу керек деп ойлаймын. Мұнда қараңыздаршы достар, противотуманниктерді мұнда қосып қойған. Мен ойымша бұл өте әдемі деп ойлаймын. 360 градус наблюдениенің камерасы алдында орналасқан. Кір кезде әрине бұл қарға бірден батып қалады. Ол әрине минус. Мен ойымша осыған нагреватель қойған кезде, егерде қыздыруш қойған кезде, ол шешуге болатын еді деп ойлаймын. Жанына келетін болсақ, достар, былай қарай алсаңыз, стиль өте әдемі. Мұны хром детальді қараңыздар. Мына жақтан басталып, артына дейін кетеді. Бұл да өте батылдық шешім деп ойлаймын. Бізде бесключевой доступ. Ключ ішінде сондықтан да не қылып жатыр. Кілтті алып, қалтамызға саламыз. Жапқан кезде не болады. Оңтүстік Кореяның машиналарының бәрінде мынандай физикалық батырма. Бұнда сенсор жасауға болады деп ойлаймын. Бұдан кейінгі машиналар сенсормен келетін шығар деп ойлаймын. Келесі шешім солай.
Енді бұл машинаның тағы бір артықшылығы артқы жағы. Бұл машина лифтбэк деп ойлаймын, лифтбэкке жатады. Өйткені артқы терезесі мынау неге дейін жақындайды. Артынан келсек ашады ма? Опа! Міне достар, артынан келдік, кішкене басқан жоқпыз, міне тағы да. Жабылды. Артқа қарай кеттік. Жақындаймыз. Бірнеше сумкамен келдім. Міне, бірнеше сумкамен келдім. Магнумнан шықтым. Салдым. Мен ойымша бұл плюс 12,5 миллионға достар осындай функцияларды алуға болады. Камриде бар ма ондай нәрсе? Жоқ, барлықтарыңыз білесіздер. Артқы дизайнына қараңыздаршы достар. Монобровь дейді. Мына жақтан басталынған шамдар мына жаққа дейін жалғасады. Артында толық камера барлығы бар. Онымен де ашуға болады. Стиль өте әдемі, маған өте ұнайды. Тек қана 5 қоямыз достар. Жалпы айтатын болсақ, көрдіңіздер, сыртын, ішін. Бағасы мен ойымша өзінің нарығына сай. Қатты қымбат емес, тым арзан емес. Бірақ десек те жалпы қымбат машиналардың бірі, яғни бұндай функциясы бар, бұндай комфортпен жүруге болатын машиналардың бірі осы. Алып қосарым жоқ. Дизайны тек қана 5, ішіндегі дизайны өте жақсы, өте әдемі жасалынған. Динамикасы керемет. Орнынан жұлған кезде шынында 2 литр емес, 2,5-3 литрлік машинеде отырғандай боласың. Бірақ бір ғана минусы ол оның шум изоляциясы. Ішіндегі шуылы кішкене жоғары, 100,000-120,000 қосып шум изоляциясы жасату керек деп ойлаймын. Сондықтан да достар, бүгінгі шоу осымен тамам. Қысқаша айтып кеттік, күн суық, сондықтан да егерде тағы да басқа сұрақтарыңыз болып жатса, төмендегі пікірге жазыңыздар. Осы егесінен тағы да сұрап, бұл кейін тағы да сіздерге айтып беретін боламыз. Қош сау болыңыздар.